Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге аяулым. Бүгін мен сіздерге осындай керемет болып шығатын, жұмсақ, әрі тез жасалатын дәмді бөлкелердің жасалуын үйрететін боламын. Яғни бөлке ол бізде қазақша айтылғанда, орысша ол бізде булочки жасалуын көрсететін боламын. Ол үшін бізде бар болғаны сүт, қант, жұмыртқа, тұз, жұмсақ сары май және ұн керек болады. Мен барлығының мөлшерін міндетті түрде описанияда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен біз сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Жылы сүт болу керек міндетті түрде, және де жұмсақ сары май. Біз сары майды тіпті ертіп те қатуға болады. Мен жұмсақ сары майды қолдандым. Ендігі кезек біз жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмыртқадан кейін біз тұзымызды және қантымызды қосатын боламыз. Енді бәрін қосып болған соң, осы қосқан заттарымызды жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Қанты, тұзы, жаңағы ашытқысы бәрі жақсылап араласып біткенше жақсылап араластырамыз. Енді кезекте біз ашытқымызды да салып, жақсылап ашытқа араласып біткенше жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Сонда біздің бөлкелеріміз көтеріліп жақсы шығатын болады. Енді кезекте біз ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп қосыңыздар. Сонда біздің бөлкелеріміз жұмсақ болып піседі, көтеріліп пісетін болады. Кез келген пирог, бәліш жасаған кезде міндетті түрде не жасасақ та ұнды ситадан өткізіп жасаймыз. Енді ең алдымен біз шанышқымен немесе венчикпен қосасаңыздар да болады. Осылай жақсылап қозғап аламыз. Бір массаға келген кезде оны қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр илейміз, яғни жұмсақ болғанша. Міне осы видеодан да көрініп тұр, өте жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр шығу керек. Ұнды көрсетілген мөлшерден асырып салмаңыздар. Қатты болса, біздің бөлкелер шықпай қалуы мүмкін. Өте жұмсақ қамыр илеулеріңіз керек. Мінекей видеодан да сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Қамырдың қандай қолға жабысып тұрғанын және де жұмсақ екені. Ұзағырақ илеңіздер, июі қанғанша, яғни бізде осылай оның дрожжы да араласып көтерілуіне әсер етеді. Осылай кішкене ұзағырақ илейміз. Бір 5 минут, 7 минутта илеңіздер, сонда жақсы көтерілетін болады. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Осылай жұмсақ, әп-әдемі қамыр шығуы керек. Мінекей осындай керемет болып шықты. Жұмсақ. Енді біз бұны, яғни қойып қоюымыз керек. Кішкене қамырымыз көтерілгенше, яғни бір 2-3 сағат көлемінде ұстауларыңыз керек. Бетін пищевой пленкамен
немесе пакетпен жауып, жылы жерге қойып қоясыздар. Міне, менің қамырым бірнеше сағат тұрды, дайын болды. Енді қолыңызға май жағып, жабысып қалмау үшін оны алып шығасыздар ыдыстан. Мінекей осындай керемет жұмсақ болып шығу керек. Енді біз оларды теңдей бөліктерге бөлеміз. Яғни таразымен өлшеп тұрып, менде 120 граммнан 10 штуктай шығады. Мінекей осылай жайып аласыздар алдымен ұзыншалап. Енді 100 граммнан немесе 120 граммнан бөлесіздер. Тіпті кіші қаласаңыздар 90 қылып та бөлуге болады. 90 граммдап. Менде ең соңғы 2 бөлік 93 граммнан шықты. Олар да орташа болып шығады. Ал үлкен қаласаңыздар 100-120 етіп бөле бересіздер. Міндетті түрде бөлікелеріміздің бетін жауып қоямыз, себебі қамыр қаязып қалуы мүмкін. Міндетті түрде жауып қойыңыздар. Мен осылай бәрін бөліп шықтым. Осылай етіп бөліп шығасыздар. Мінекей, менде осылай шықты. Жаюға кірісетін боламыз. Ең алдымен дастарханымызға жабысып қалмау үшін аздап сұйық май жағып аласыздар. Мен салмасына мейіз және де варенка қолданатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген салманы салсаңыздар болады. Тіпті қаламасаңыздар ештеңе салмай-ақ жаңағы бөлкенің өзіне қант сеуіп жасай берсеңіздер болады. Тіпті қантты да сеппесеңіздер болады. Яғни ол сіздің қантты себуіңіз, сеппеуіңіз, тәттіні қалай жақсы көретініңізге қарай, өздеріңіз аз, көп саласыздар, немесе мүлдем салмасаңыздар да болады. Осылай мінекей қалыңдығы 1-2 сантиметрдей болатындай етіп жаямыз. Және де осылай пышақпен видеода көрсетілгендей кесіп шығасыздар. Сонда қазір орағанда бізде гүл тәрізді болып шығатын болады. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей етіп істейсіздер. Мен қазір қант сеуіп жатырмын. Аздап қана, ішіне тәтті болып шығу үшін. Міне енді осылай видеода көрсетілгенде орап, және де осылай орайсыздар. Яғни орағанда бізде улитка тәрізді етіп орайсыздар. Енді мен екінші салманы варенкамен жасап көрсетемін сіздермен. Сіздер варенканың орнына вареньені тосап, өрік тосабы немесе малина кез келген тосапты қолдана аласыздар. Бұны да дәл біріншідей жаямыз. Қалыңдығы 1 немесе 2 сантиметр етіп. Варенканы осылай бір қасықтан салсаңыздар жеткілікті. Тіпті жарты қасықтан аса көп салып жіберсеңіздер, сыртынан шығып, жаңағыдай бүлкілерімізді құртуы мүмкін. Сондықтан көп салып жібермеңіздер. Бір қасықтан артық салмай-ақ қойыңыздар. Оны да дәл осылай жаңағы улитка тәрізді етіп ораймыз. Сонда бізде гүл сияқты шығатын болады.
Мінекей, менде барлығы дайын болды. Енді 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Міне, бәрі пісіп шықты. Осылай қызартып пісіріп аласыздар. Өте жұмсақ, керемет болып пісіп шықты. Менің пешімде қазір жарты сағат емес, 20 минутта пісіп шықты. Әркімнің пешіне қарай әртүрлі піседі, яғни әркімнің пеші әртүрлі. Сондықтан қараңыздар, өте керемет болып пісті. Демалыста отбасыңызға жасап, міндетті түрде қуантыңыздар. Өте жұмсақ, әрі оңай жасалады, дәмді болып шығады. Сіздерге осы бөлкелерді міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.